Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Мынау бір тәжік айтқан екен, Қазақстанда тұратын бір қазаққа. Мен қазақтарды да қатты құрмет қылам, бірақ бір әрекеттеріне қарным ашады қатты деп. Ол не ол деп сұрайды ғой әлі қазақ. Сол кезде қазақтар әкесіне шешесі дүниеден өтеді, қайтыс болады, кеудесінен жаны шығып кеткеннен кейін оны алады да есіктің алдына бір жаман жәутік, иқы-жиқы, киізі шіріп кеткен сондай бір қар үй тауып алады, киіз үй тауып алады да соны есіктің алдына тігіп, соның ішіне апарып тастай салады дейді. Ол өзінің әкесі ме, шешесі ме қарап жатқан жоқ дейді. Қақаған қыстың суығы ма, немесе шілденің ми қайнаған ыстығы ма, бәрібір сол жерге апарады тастай салады. Оның жаназасы шыққанша сол жерде жатады дейді. Енді бұл деген сөз өлікке құрмет көрсетілмейді деген сөз. Ол сол жерде дейді. Егер кеудесінен жаны шықпағанда сол киіз үйде жатар ма еді, жаңағы қар үйде? Жатпайтын еді ғой. Ол өзінің ақ төсегінде жататын еді егер ауырып жатса, немесе жатқан кезде. Сол үшін дейді, мен бұл қазақтарға қайран қалам дейді. Әкесі немесе шешесі қайтыс болады, оның ақтық сапарға азғантай уақыты қалған кезде соған екі есе құрмет көрсетіп, оның өзінің ақ төсегінде жатқызып ақтық сапарына шығарып салудың орнына қайдағы бір тақтайдай жерге мұздай қақаған суықта сыртқа апарып тастай салады. Бұл өлікке мүлдем құрмет көрсетпегендері. Мен осы қазақтардың осы бір тірлігіне қайран қалам депті. Жаңағы тәжік. Сол кезде қазақ тілі байланып, не айтарын білмей қалған екен. Шынында да осы әңгімені естіп мен қатты ойланып қалдым. Шынында да неге біз ұйыстып жасаймыз? Бұрын қазақ ата-бабамыз білем киіз үйде тұрған. Ол кезде өзі де киіз үйде тұрып, сол жерде өсіп өнген көшпелі қазақ болған. Енді өзі киіз үйде тұрғаннан кейін өзі қандай үйде тұрса, өлген адамға да сондай үй тігіп, жаңағындай бөлек қар үй тігіп қойған. Дұрыс қой. Ал енді қазір біз киіз үйде тұрып жатқан жоқпыз ғой. Түсінем, егер де киіз үйді әдемі қылып, іші жылы, іші сондай таза, сондай қылып шығарып, арулап, мәйітті сол жерге жатқызса, түсінем. Ал біз олай жасамаймыз ғой. Түндігі жоқ шіріп кеткен киіз жамау-жамау қылып, оның оқтары керегелері түгел емес, иғы-жиғы қылып тұтып, соның ішіне апарып қойғанымыз шынында да бір ұят, әбес нәрсе болады екен. Осы нәрсені ойланайық, қазақтар, бауырларым. Біз әкеміз, шешемізге, немесе бауырымызға, оның ақ сапарға жаназасы шыққанша барынша құрмет көрсетіп қалмаймыз ба? Неге оны өзінің ақ төсегінде жатпасқа? Міндетті түрде киіз үйге жатқызуымыз керек па? Киіз үйге жатқызсақ жатқызайық, бірақ оған әдемілеп жағдай жасап, ішін жылы қылып, әдемі киіз үйге жатқызбасқа неге? Неге сондай құрмет көрсете алмаймыз? Осы нәрсені ойланайық. Бұл әлде болса кеш емес. Әкеңіз, шешеңіз, бауырыңыз дүниеден өтіп жатса, оған барынша құрмет көрсетіп қалыңыздар. Ол жарты күн жатар үйіңізде. Үйінде, өзінің үйінде, қара шаңырағында, өзінің отанында, ақ төсегінде жатып кетсе болмай ма? Шынында ойланатын нәрсе, осыны ойланайық. Осы видеоны таратыңыздар. Көрсін бауырларым. Біз білместік қылып жүрміз. Біз білмей бұл әрекетке барып жүрміз деп ойлаймын, себебі біз құрметсіздік көрсетіп жүргенімізді байқамай жүрміз. Себебі біздің дүниеден өткен бауырымыз не әкеміз ондай нәрсеге лайық емес. Оған біз жақсылап құрмет көрсетейік, бауырлар. Жан-жаққа таратыңыздар осы видеоны, көрсін, сезінсін, ойлансын кішкене. Аман болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла Тағала ажалға сабыр берсін. Оразамыз қабыл болсын.
жақсылықта қауышқанша аман болыңыздар.